Қайырлы күн, бүгінгі онлайн кеңестің құрметті көрермендері мен достар. Бүгінгі кеңестің тақырыбы ауыл шаруашылығының зиянкестеріне қарсы энтомопатогенді саңырауқұлақтар мен бактериялар негізіндегі биопрепараттарды қолдану. Алдымен өзімді таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Сәрсенбаева Ғазиза Базарбайқызы, Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының Жаскен Жембаев атындағы биотехнология зертханасы меңгерушісінің міндетін уақытша атқарушы, ауыл шаруашылық ғылымының кандидаты боламын. Бабаларымыздан жеткен ауру астан, дау қарындастан деген көне нақыл бар. Осы қанатты сөз бүгінгі таңда тұрмысымызда өз орнын ойып тұрып алғанын қайтерсіз. Сонау заманда, яғни бүгінгідей ГМО, химикат дейсіз бе, бояғыштар, осылардың бәрі тұтынып жүрген тағамымыздың құрамынан табылатын сан алуан қоспалар атымен жоқ дәуірде аталарымыз ауру астан деп дабыл қақса, қазіргі қоғамның халін аз ғана ақылмен бағамдай берсеңіз болады. Осы айтылған нақыл сөзге байланысты алдымен айтайын дегенім, қазіргі таңда биологиялық тәсілге көп көңіл бөлінуде. Биологиялық тәсілге ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды ағзаларына қарсы биоагенттер мен биопрепараттарды қолдану жатады. Соның ішіндегі биопрепараттар бойынша сіздерге ақпарат беруге рұқсат етіңіздер. Биологиялық препарат дегеніміз адамдар, жануарлар және өсімдіктердің түрлі ауруларын анықтауда, оларды емдеу және алдын алу сақтандыру мақсатында қолданылатын ерекше биологиялық қосылыстар жатады. Биологиялық препараттардың тірі ағзалардың тіршілік жағдайын жақсартып, олардан алынатын өнімдерді молайтуға маңызы зор. Қазіргі кезде өсімдіктердің дамуын, өсуін, зиянкестермен қолайсыз сыртқы факторларға төзімділігін арттыру үшін көптеген микроорганизмдерден алынатын биопрепараттар қолданылады. Қазіргі таңда биопрепараттар микроорганизмдерден алынатын биопрепараттарды үш топқа бөледі. Олар биоинсектицидтер, биофунгицидтер және биотыңайтқыштар. Биопрепараттар сонымен қатар түрлі құрамына байланысты үш топқа бөлінеді. Бактериалды биопрепараттар, бактериалды дегеніміз олардың негізінде зиянкестер мен кеміргіштерге қарсы бактериялардың әртүрлі түрлерінің негізіндегі препараттар. Саңырауқұлақты биопрепараттар дегеніміз бұл препараттардың негізінде энтомопатогенді саңырауқұлақтар кең спектрлі қолданылатын энтомопатогенді саңырауқұлақтар негізі болып табылады. Және вирусты препараттар, бұлардың негізінде вирустар. Ол вирусты препараттар зиянкестің бір түріне ғана қолданылады. Биопрепараттар ұнтақ, пасты, түйіршек және сұйық түрі ретінде шығарылады. Америкада пестицидтерден 40 түріне рұқсат етілсе, біздің елімізде Қазақстанда 700 түрін пайдалануға рұқсат берілгені барлықтарыңызға мәлім. Әйтсе де еліміз бойынша 100-ден астам пестицид түрі қолданылады десек, әзірге соның ішінде тек 19 түрі ғана биопрепараттарға жатады. Өкініштісі, сол пестицидтерді пайдаланбасақ, мол өнім ала алмаймыз. Ал оның ең әуелі адамдарға зияны барын айта кету керек. Астығымызды түрлі аурулардан, арамшөптерден және зиянкестерден қорғау үшін қолданған химикатымыз өнімге әсер етпей қоймайды. Сондай-ақ оның зияны көзге бірден көрінбейді. Адам ағзасына тигізетін кері әсері лезде біліне де қоймайды. Тек уақыт келе, яғни бірнеше жылдан кейін өкпе, бауыр, ішкі құрылысымыздың дертке ұшырауына әкеледі. Одан қалды ұрпақсыз қалуға да әкеп соқтырады. Қазіргі кезде пестицидтерді шамадан тыс қолданып бүрку барысында қоршаған ортаның, демек су қоймаларының, топырақ, ауа, солардың ластануының және пестицид қалдықтарының адам ағзасында қалып қоюы әртүрлі онкологиялық, аллергиялық, бедеулік және тағы басқа аурулар тудырады.
Сонымен қатар жануарлар мен өсімдіктер әлемінің азуы байқалады. Демек, пестицидтерді қолдану кезіндегі келеңсіз нәтижелер ескеріліп, ең соңғы шара ретінде пайдалану қажет. Бұл зиянкестерге қарсы қорғаудың кешенді жүйесін, яғни экологиялық қауіпсіз биологиялық әдісті басымдылықпен қолдану мәселесін өзекті етеді. Біздің елімізде Қазақстанда ауыл шаруашылық өсімдіктерін зиянды организмдер кешенінен қорғау тек химиялық препараттың көмегімен ғана жүзеге асырылып келеді. Химиялық пестицидтерді қолданудың жаңа айтып өткендей адам ағзасына, қоршаған ортаға кері әсер ететіні бәрімізге мәлім. Яғни табиғат ластанып, зиянкестердің төзімділігі, препаратқа деген төзімділігі күшейеді. Препараттарды жүйелі пайдалануға байланысты мәселелердің барлық маңыздылығы ескере отырып, Жазкен Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және ғылыми зерттеу институтының соңғы жылдары өсімдіктерді қорғаудың экологиялық қауіпсіз әдістерін, оның ішінде биопрепараттарды әзірлеуге басты назар аударуда біздің ғалымдар. Қазақстанда 21 ғасыр басталғанға дейін ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестерімен күресу үшін биопрепараттарды әзірлеу жөніндегі зерттеулер тек қана фрагменттік сипатта болды. Айта кететін жай, химикаттарды Біріккен ұлттар ұйымының бекіткен заңнамасы бойынша әлем елдерінің ауыл шаруашылығы мамандары берілген мөлшерде өз аймақтарының климатына және өзге де ерекшеліктеріне сай қолданады. Қарапайым түсінікке салып қарасақ, препараттар белгіленген мөлшерден асып кетсе, немесе астық өсетін аймақтың ауа райына сай пайдаланылмаса, еңбек зая кетіп, үлкен алқаптан айырылып қалу қаупі де төнуі мүмкін. Әлемнің барлық алдыңғы қатарлы елдерінде қазіргі уақытта биотәсір қосылған жаңа технологиялар қарқынды әзірленуде және қолданылуда. Қазіргі заманның басты мәселелерінің бірі өсімдіктерді қорғау саласында биологизациялау болып табылады. Көптеген елдер халықтың денсаулығы мен қоршаған орта үшін химиялық препараттарды қолданудың теріс салдарын түсіне отырып, оларды қолдану көлемін қысқарту жөнінде түбегейлі шаралар қолдануда. Мысалы, Еуропалық парламент 2009 жылдың 13 қаңтарында пестицидтерді пайдаланудан бас тартудан және оларға тыйым салу бойынша қосымша критерийлерді енгізудің жаңа тәртібі туралы шешім қабылдады. Евроодақтың барлық елдерінде пестицидтер қауіпсіз құралдарға ауыстырылуы тиіс. Улы химикаттарды пайдаланудың жалғыз баламасы зиянкестер санын реттеуде. Демек, энтомопатогенді микроорганизмдер жәндіктердің ауруларының қоздырғыштар немесе энтомопатогенді саңырауқұлақтар мен өсімдіктерден бөлінген әртүрлі табиғи заттар, табиғи биологиялық тәсілдерді пайдалана отырып, биологиялық әдістерге негізделген өсімдіктерді қорғаудың интеграцияланған жүйесін енгізу болып табылады. Сондықтан инновациялық экологиялық қауіпсіз технологиялардың көмегімен биологиялық құралдарды қолдануға негізделген өсімдіктерді және өсімдіктерді интеграцияланған қорғау жүйелерін енгізу және әзірлеу біздің биотехнология зертханасының дамыту жоспарындағы тұжырымдамалық негіз болып табылады. Көптеген жылдар бойы зиянды бунақ денелермен күресу үшін Bacillus thuringiensis бактериясының негізінде жасалған биопрепараттар қолданылып келеді. Бұл топтың бактериялары топырақтан, бунақ денелерден және қоршаған ортаның басқа нысандарынан бөлінеді. Қазіргі уақытта Bacillus thuringiensis бактериясының 80 астам түрлері белгілі.
Олардың ішінде бунақ денелерге әртүрлі әсер ететін штамдар кездеседі. Қазіргі таңда биопрепараттар нарығының 90-95%-ы бациллус thuringiensis бактериясының споралы кристалды кешенінен тұрады. Дүние жүзінде бациллус thuringiensis бактериясы негізінде 20-дан астам жуық өнеркәсіптік препараттар үлгілері жасалған. Тек көршілес Ресей мемлекетінің өзінде 10-нан астам осындай препараттар шығарылған. Осы бүгінгі айтылып отқан мәселе бойынша білімдері де, түйгендері де көп. Институтымыздың белгілі ғалымдары, биология ғылымдарының докторы Сағитов Абай Оразұлы, сонымен қатар биология ғылымдарының кандидаттары Усанов Әлібек Маратұлы және бұрын бізде істеген қазір Күріш институтының директоры Дүйсенбеков Бақытжан Әлишерұлы осы кісілердің арқасында осы тақырыптағы ғылыми жобаларды ол кісілер басқарып, біраз үлкен жетістіктерге жетті. Соңғы 10 жылдықта Қазақ өсімдік қорғау және ғылыми карантин институтының қызметкерлері бүкіл ресейлік өсімдік қорғау ғылыми зерттеу институты Санкт-Петербургтегі және жануарлардың систематикасы мен экологиясы институты Новосибирск қаласындағы сол институттардың ғалымдарымен тығыз қарым-қатынаста болып, қарқынды жұмыс нәтижесінде өсімдіктерді микробиологиялық қорғау саласында бірлесе белгілі бір прогреске қол жеткізді. Осы кезеңде энтомопатогенді микроорганизмдер қоздырғыштарынан қырылған бунақ денелерден бөлінген штамдарды көбейту негізінде коллекцияны жаппай толықтыруға бағытталған қарқынды бірлескен жұмыс жүргізілді. Қазіргі таңда белсенді экспедициялық жұмыстар өткізу нәтижесінде біздің зертханамызда энтомопатогенді саңырауқұлақтардың 325 аборигенді штамдары және бациллус thuringiensis тобының 47 жергілікті штамдары жиналды. Институттың табиғи коллекциялық қоры Қазақстанның әртүрлі табиғи климат аймақтарынан үнемі жаңа изоляттармен толықтырып отырады. Энтомопатогенді микроорганизмдерді кешенді қолдану барысында отандық биоинсектицидті жасау жүзеге асырылуда. Қарқынды жұмыс нәтижесінде ауыл шаруашылық және жеміс-жидек дақылдарының зиянды қабыршақ қанатты бунақ денелеріне қарсы бациллус thuringiensis штамының негізінде 2007 жылы біздің ғалымдармен, Ресей ғалымдарымен бірлесе отырып алғашқы отандық биопрепарат ақкөбелек атты жасалды. Бұл биопрепарат қабыршақ қанаттылардың 40-тан астам түріне қарсы ол жаңағы Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтер тізіміне енгізілді. Мұнда бір сұрақ болып тұр екен, биопрепараттардың қандай түрлері бар дейді. Жаңа айтып өткендей, биопрепараттардың бактериалды, саңырауқұлақты және вирусты препараттар болады. Бактериалды біздің отандық ақкөбелек жатады. Саңырауқұлақты тізімге енгізілген Миколар М, Миколар Б және Новокрит препараттары жатады. Жаңа айтып өткендей, ақкөбелек биопрепаратының әсер етуші заттары бұл америкалық ақкөбелек карантинді. Сол ақкөбелектің жұлдыз құрттарынан бөлініп алынған бациллус thuringiensis бактериясының споралары мен кристалдары. Бұл биопрепарат зиянкестің ішегіне әсер етеді. Жұлдыз құрттар бактерияны жапырақтармен бірге жеп, бунақ денелі ағзасына ену арқылы ішектің қызметін бұзып, нәтижесінде қоректену көлемі бұзылады.
Бұл биопрепаратты қолданғанда зиянкестердің жаппай өлуі 3-7 тәулікте байқалады. Биопрепараттың биологиялық тиімділігі 92-100%-ға жетті сынақтар өткізу нәтижесінде. Келесі сұрақ: химиялық препараттардан айырмашылығы қандай дейді? Айта өткендей, химиялық препараттарды қолданғанда бұнда зиянды түрлерге химиялық препараттарымыз табиғатты ластап, зиянкестердің препаратқа деген төзімділігін күшейтеді. Ал биологиялық препараттарды қолданған жағдайда биологиялық препараттар қоршаған ортаға кері әсерін тигізбейді, ешқандай қалдық қалдырмайды. Өңделетін өсімдіктер мен топырақта қалдықтарын жинақтамайды және ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасына зиян келтірмейді. Экологиялық таза, денсаулыққа қауіпсіз өнім алуға болады. Және айта кететін жағдай, биопрепараттар қоршаған ортаға, демек жануарларға, пайдалы насекомдарға, энтомофаунаға, жалпы қоршаған ортаға қауіпсіз. Тағы айтайын дегенім, биопрепараттарды жақсы желдетілген және құрғақ, тікелей күннің көзі түспейтін жерде сақтаймыз. Сонымен ақкөбелектен басқа айтайын дегенім, 2011 жылы осы биотехнология зертханасында қызметкерлерімен жергілікті алманың қара күйесінен табылған бациллус thuringiensis бактериясынан бөлінген штамның негізінде отандық ларвибакт биопрепараты жасалды. Ларвибакт бұл биологиялық инсектицид қабыршақ қанаттылардың жұлдыз құрттарына қарсы күресуде қолданылады. Мысалы, америкалық ақ көбелек, жұпсыз жібек көбелегі, алма күйесі деген сияқты. Бұның уыттылығы төмен, көрсетілген қолдану мөлшерінде адам және жылы қанды жануарларға, балық, бал арасы оларға қауіпсіз болып табылады. 1-3 жастағы зиянкесте жұлдыз құрттарының жаппай пайда болуының кезінде үздіксіз бүркейміз. Сонымен қатар біздің институтымыздың сынақтан өткен және тіркелген екі микоинсектицидтер, микалар Б, микалар М деген бірінші отандық биологиялық микоинсектицидтер шығарылды. Олар зиянды шегірткелерге қарсы қолданылады. Бұл биопрепараттар экологиялық таза, белсенділігі өте жоғары болып табылды және тізімге енгізілген. Жылдар бойы отандық микоинсектицидтер жасау бойынша қарқынды жұмыс жүргізілуде. Жыл сайын энтомопатогенді микроорганизмдер топтамасы жаңартылуда. Қазіргі уақытта Бавария туысының саңырауқұлақ штамдарының ауыл шаруашылық зиянкестеріне қарсы, яғни шегіртке, Колорадо қоңызына қарсы жаппай скринингтеу нәтижесінде жаңа биопрепараттар жасау үшін ортаның абиотил факторына төзімді және қазақстандық перспективді штамдар іріктелуде. Отандық биологиялық препараттар жергілікті жағдайларға бейімделген микроорганизмдер негізінде жасалғандықтан зиянкестерге тиімді әсер етуімен ерекшеленеді. Сонымен қатар зиянкестермен күресуде химиялық пестицидтерді қолдану біршама төмендеп, биологиялық отандық препараттар қоршаған ортаның экологиялық белсенділігін күшейтеді. Осылайша биологиялық препараттар Қазақстандағы өсімдіктерді зиянкестерден қорғаудың интегралды жүйесін құрудың негізгі элементтері болып табылады.
Біздердің институттың ғалымдарымен былтыр және өткен жылы өздеріңізге белгілі Украинада энзим компаниясында шығарылған Актарафит биопрепараты бар. Сол жайлы айтқым келіп тұр. Бұл биопрепаратты біздің ғалымдар осы неде қолданып өте жақсы нәтижелер алды. Тиімділігі өте жоғары. Бұл препаратты алматылық әкімдіктердің тапсырмасы бойынша қаланың жаңағы ағаш зиянкестеріне қарсы қолданылды. Ол биопрепаратты тек жаңағы түнде, кешкісін не таңертең күн түспеген жағдайда қолдану керек. Өйткені күн түскен жағдайда ол жаңағы не қылады, разлагается дейді ғой, іріктеледі. Бұл препарат Ресейде, Украинада және ТМД-ның басқа елдерінде тіркелген. Өсімдіктерді зиянкестерден химиялық жолмен емес, биологиялық тәсілмен қорғау қара жердің құнарлығын сақтап, өнім көлемін арттырады. Тағы айтайын дегенім, біздің лабораторияда Дүйсенбекова Бақытжан Әлішерұлының докторанты Жұматаева Ұлжалғас Таубаевна өз жұмысын атқарып жатыр. Қазір мен сіздерге көрсетіп өтейін. Ол кісі мына жаңағы Қырғызстанда алынған штам Б-пит 16 деген, осы штамды ол жаңағы төрт дақылда сұйық және қатты фазада өсірген. Қатты фазада мына бұршақ, күріш, арпа және тарыда өсірілген. Және сұйық фазада. Осының ішінде сұйық фазасындағы өсірілгені өте тиімді деп айтып тұр. Мынау көріп тұрғандарыңыз, бұл жаңағы энтомопатогенді саңырауқұлақтар. Мынау жаңағы Чапика қоректік ортасында, мынау Сабура ортасында. Сонымен қатар мынау бактериялар, осындай жаңағы біздерде коллекция жасалынады, номері бәрі жазылып. Бұл бойынша алдағы уақытта әлі жаңағы онлайн кеңестер өтеді деген үміттемін. Ол үшін жаңа нанос қызметкерлеріне көп рахмет. Осындай онлайн кеңестерді өткізуге бізге мүмкіндік берген. Осы онлайн кеңестер бойынша біраз фермерлер, басқа да адамдар көп мағлұматтар алып жатыр деп ойлаймын. Мына сіздер көріп тұрғандарыңыз, мынау ақкөбелек биопрепараты. Бұл қоңыр түсті болады, бәрі порошок тәрізді. Мынау жаңа мен айтып өткен Ларвибак биопрепараты. Мына тізімге енген Микалар М, Микалар Б биопрепараттары. Мынау жаңағы айтқаным, бұл Новокрит бойынша айтатыным. Новокрит швейцарлық компания бар. Элефант Вёрт деген, сол жерде жаңағы шығарылады. Бұл Новокрит биопрепараты шегірткелерге қарсы. Алдағы уақытта бұлармен жаңағы біраз алдағы уақытта біздер бұлармен немізді үзбейміз. Бұл қарым-қатынасым өте жақсы. Бұл жаңағы швейцарлық компания біздерге биозавод салуды ұсынып отыр. Ол бойынша біздер жаңағы қазіргі таңда жоба беріп отырмыз биозавод салу арқылы. Сол арғарай қолданып, тиімділігін бәрін көрсетіп айтамыз деп отырмыз. Тағы айтайын дегенім, осылайша біздің Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және ғылыми зерттеу институтының биотехнология зертханасының жоғарыда аталған мәселелерді шешуге бағытталған және
ауыл шаруашылығы өндірісіндегі зиянды организмдерден өнім шығынын азайтуға, пестицидтерді пайдалану көлемін қысқартуға ықпал етеді және жоспарлаған кезеңде азық-түлік, экологиялық және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жәрдемдесетін боламыз. Біздің зертханамызда келісім шарт негізінде биопрепараттардың тіркеу және өндірістік сынақтары жүргізіледі. Биопрепараттарды қолдану жөнінде консультациялар ұсынамыз. Әлемдік тәжірибе негізінде зиянкестерге қарсы биологиялық қорғау жүйесін ғылыми және өндірістік сүйемелдейміз. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді оқытып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру мен қорғаудың қазіргі заманғы технологиясы бойынша кеңес береміз. Және ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянды организмдерден интеграцияланған қорғау және өсіру технологиясы бойынша семинарлар өткіземіз. Мұнда сұрақтар болып тұр екен. Биологиялық препараттар зиянкестерге тез әсер ете ме дейді. Биологиялық препараттардың әсерін жоқ, биологиялық препараттар тез әсер етпейді. Жаңағы әсер етуі ол ұзақ жұмыс деп тұрғаны, олар ұзақ жұмыс дейді. Кейбір жерлерде 14 күнде немесе 21 күнде белгілі болады. Мына ақкөбелек биопрепараты 3-5 күнде деген 3-5 тәулікте тиімділігі көрінеді. Бұл биопрепараттар химиялық препараттар сияқты өте жылдам жұмыс істемейді, бірақ экологиялық таза, ешқандай қалдық қалдырмайды. Шетелдік фирмалармен препараттар жөнінде байланыс бар ма дейді. Жаңа айтып өткендей, біздер жаңағы шетелдік фирма дегеніміз Ресейдегі, Санкт-Петербургтегі бүкіл ресейлік өсімдік қорғау институтының және жануарлар систематикасы мен экологиясы институтының ғалымдарымен бірлесе жұмыс істейміз. Сонымен қатар айтып өткендей жаңағы Украинадағы энзим компаниясымен бұл жерде жаңа Актарафит биопрепараты. Бұл Актарафит биопрепаратын осы біздің институтымыздың ғалымы Мұхамадиев Нұржан Серікханұлы, бұл кісі жаңағы қаламызда жасыл желектерге бәріне қолданып, тиімділігі өте жоғары деп айтуда. Біздер де өздерімізде барлықтарымыз көріп отырмыз. Бұл Актарафит тиімділігін көріп отырмыз. Актарафит биопрепараты кең спектрлі, көп жаңағы зиянкестерге қарсы қолданылады. Алдағы жоспарларыңыз орындалсын дейді. Көп рахмет, ниеттеріңізге көп рахмет. Сіздерге де бар жақсылықты тілеймін. Сонымен қатар жаңа шетелдік компанияларымен дейді, ол жаңа айтып өткендей Швейцарияның компаниясы Elephant Bird дейді. Сол компаниямен біздің директорымыз Успан Бәлбек Маратұлы, сол Бақытжан Алишерович, сол кісілер осында жұмыс істеген кезде сол жаңағы компаниямен көптеген бірге келісім шарттар өткізіп, келісім сөздер дейді ғой, сондай өткізіп, ол компания біздерге биозавод салып беруге жоспарлауда. Алдағы уақытта жоба жаздық, сол жоба нәтижесі болады деп ойлаймын. Сол жобамыз өтсе, осы біздің өзіміздің елімізде, Қазақстанда үлкен биозавод салынып, биопрепарат шығарып, өнім таза, экологиялық таза өнім алып, адамдарымызды аурулардан, неден бәрінен қорғаймыз деп үміттенемін. Тағы да сұрақ болып тұр екен. Химиялық препараттар сияқты биологиялық препараттарға зиянды ағзалардың төзімділік
түзу қаупі бар ма дейді. Түзу қаупі. Бұл жаңағы химиялық препараттар қолданғанда жылдан жылда жаңағы ротация дейді ғой. Химиялық препараттарда осы ротация болады. Жылдан жылға егер бір препаратты қолдансаңыз, онда жаңағы зиянкестердің оларға төзімділігі пайда болады. Ал бұл биопрепараттарды қолданғанда ешқандай төзімділік болмайды, төзімділігі байқалмайды. Мысалы, жаңағы мына нелерге, ғылыми мәліметтерге сүйенсек, бұл жаңағы Ресейдегі жаңа айтып өттім ғой, өсімдік қорғау институты деп. Сол жерде өсімдік қорғау институты, сол жердің жаңағы ғалымдары осы жаңағы төзімділігі жоқ деген, биопрепараттарға төзімділігі жоқ деген мағлұматты жаңағы неғылды. Соны нақтылап сөйтіп неғылды. Бірақ басқа мемлекеттің ғалымдары төзімділік жаңағы несі биопрепараттарға устойчивый дейді ғой, сондай деп айтқан. Менде мына орыстардың, Ресейдің ғалымдарының несіне сенбей, сол неге барып, сол елге барып, солардың жұмыстарын көріп, сол төзімділік жоқ екеніне сенді. Олар жаңағы мына химиялық препараттарда ротацияны менять ету керек, ауыстыру керек, ал биопрепараттарда резистенттік жоқ. Сынақтарды қай аймақтарда жүргіздіңіздер дейді. Басқа агротехникалық шаралармен үйлесімі қандай, бағасы қалта көтере ма жай жер иеленушілердің дейді. Сынақтарды жаңағы Алматы облысында жүргізілген, және Алматы және Жамбыл облыстарында жүргізілген біздің ғалымдар агротехникалық шаралармен үйлесімі қандай дейді. Бағасын айтатын болсақ, жаңағы биопрепараттар 1 килограммы 7000 теңге болады. Негізі енді биопрепараттарымыз қымбаттау, өйткені жаңағы биопрепаратты алу өте оңай емес, біраз энергия кетеді. Оның қаншама жаңағы штамдарының несін бәрін жинаудың өзі, төзудің өзі біраз уақыт алады. Енді ол бағасына қарамай жаңағы экологиялық таза өнім алады, жаңа топырақта ешқандай қалдық қалдырмайды дегеннің өзі меніңше бұл жаңа дұрыс деп ойлаймын. Осын биологиялық тәсілге қазір бәрі көшіп жатыр, сондықтан қарапайым шаруаларға сіздердің биопрепараттарыңыз қол жетімді ме дейді. Жаңа мен айтып өткендей, біздердің институтта ақкөбелек, актарафит биопрепараттарын алуға болады. Дайректке жазсаңыз, осы парақшаның дайректіне жазсаңыз, хабарлассаңыз болады. Қандай мәселе, сұрақтарыңыз болса, соны жазуға болады. Биопрепараттарды өндіру бойынша мемлекеттік қолдау қаншалықты дейді. Енді жаңа мен айтып өткендей, біздер биозавод салудың жоспарлап отырмыз. Elephant World компаниясымен, өздеріңіз білетін шығарсыздар, Байсерке Агро деген үлкен жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар. Ол жерде біраз біздер қанша жыл болды ғылыми жұмыстарымызды өткізудеміз. Үлкен жетістіктерге жеттік, қанша жаңағы жетістіктерімізді көрсетті. Ғылымның басты рөл жаңағы мына ауыл шаруашылығында маңызы зор екенін, ғалымның маңызы зор екенін көрсеттік. Сол жерде биозавод салуды жоспарлап отырмыз. Мен айтып өткенде Elephant World компаниясымен, швейцарлық компаниямен. Енді сол мемлекеттік қолдау әрине қажет. Ол үшін қолдау енді болады мемлекеттен деп ойлаймын. Тыңайтқыштармен қолданса бола ма дейді. Және
қандай мөлшерде, мерзімде дейді. Енді мен айта кететінім, биологиялық препараттарды, бұларды мысалы мына ақкөбелекті айтатын болсақ, бұларды қолдану химиялық жаңағы бұны химиялық болсын, басқа болсын бірге бірлесе қолдана беруге болады. Бұның мөлшері 2 килограмм болғанда бұны қандай зиянкеске қарсы қолданатын, қандай зиянкеске қарсы соны білу керек. Сол бойынша мына тізімге байланысты, тізімде жаңа мөлшерлері бәрі келтірілген, содан көрсе болады. Сіздерге Алма Малимбаева дейді, егер сізге қандай қызықты сұрақтарыңыз болса, маған жекеше немесе осы парақшаның дайректіне жазсаңыз, көп мағлұмат береміз. Биопрепараттар қалай және қанша уақытта жасалады дейді. Енді жаңа айтып өткендей, бактериалды және саңырауқұлақты биопрепараттар дедік қой. Сол биопрепараттар, бактериалды биопрепараттар, бұл жаңағы коммерциялық өндіріс үшін бір биопрепаратты жасау үшін 5-10 жыл қажет. Өйткені ол жаңағы жоғары вирулентті, өнімділігі жоғары, осы талаптарға сай болуы тиіс. Егер ол ең болмағанда осы бір талапқа сай болмаса, онда яғни 50% құрап тұрса, ол өндірілмейді. Ол биопрепарат шығару үшін сол 5-10 жыл қажет. Ол өте жаңағы кропотливая работа дейді ғой, өте жаңағы көп уақыт алатын жұмыс. Тағы биологиялық препараттар 100% тиімділік көрсете ме дейді. Енді біздердің ғалымдардың өткізген ғылыми жұмыстары бойынша, сынақ жүргізгендері бойынша, жаңағы отандық биопрепарат ақкөбелек дедік, сол 92-100% көрсетті. Ол ақкөбелек биопрепаратын жаңағы Мақтаарал ауданында мақта көбелегіне қарсы қолданды. Сол жерде сол 92-100% көрсеткен. Келешекте ғылыми жұмыстарыңызға табыстар тілеймін, биозавод ашуға мүмкіндік жасалса өте керемет. Рахмет Айжан дейді. Рахмет Айжан, енді биозавод ашылса, сізде жаңағы осы биологиялық тәсіл бойынша жұмыс атқарасыз, бірлесе жұмыс істейміз деп ойлаймын. Сіздің жұмысыңызға да табыс тілеймін. Барлық тілектеріңізге рахмет. Бір препарат жасау үшін қанша уақыт қажет? Жаңа айтып өткендей, 5-10 жыл қажет. 5-10 жыл қажет бір биопрепарат жасау үшін. Ұнтақ паста суспензиялы концентрат, осы препараттардың қай түрін өндірген ыңғайлы, қаржылық жағынан тиімді деп ойлайсыз дейді. Енді бұл өте жақсы сұрақ екен. Жаңағы енді осындай препараттарды қай түрін дейсіз ба? Енді жаңағы сұйық ретінде суспензиялы концентрат. Ұнтақ ретінде болатын болса, енді ол ұнтақ ретінде жаңағы неге опрыскиватель бүркіш дейміз ғой, оған салған кезде жаңағы сумен араластырып неғаннан гөрі суспензиялы концентрат түрі, сұйық түрі болған ыңғайлы деп өз немнен ойлаймын. Қаржылық жағынан енді ол қандай болмасын, түріне байланысты емес деп ойлаймын. Қаржылық жағы. Биологиялық препараттардың тиімділігі қанша уақыт сақталады? Биологиялық препарат, жаңағы биопрепаратпен өңдеген кезде, ол жаңағы биопрепараттарда
мен айтып өткендей, оның ішінде жаңағы тірі микроорганизмдер бар. Ол микроорганизмдер жаңағы топырақта неде бәрінде сақталады. Яғни олар жаңағы топырақта сақталып көбейеді. Осы микроорганизмдер сақталып отырады. Келесі жылда да ол ішінде көбейіп, жаңағы топырақта көбейіп, егер оңтайлы жаңағы өсуіне несіне қолайлы жағдай туылса, ол жаңа топырақта сақталады. Келесі жылда ол несі жаңа тиімділігі болады. Тағы сұрақтарыңыз болса, енді осы негізі өз тарапынан айтатыным, қазіргі жаңағы органикалық егіншілік дейміз. Органикалық егіншілікте осы биотәсілге қазіргі фермерлер, ғалымдар, шетелдің, басқа әлемнің ғалымдары осы биотәсілге көп көңіл бөлуде. Сондықтан жаңа бәріміз биотәсілге көшейік деген ұсыныс айтқым келеді. Тағы сұрақтарыңыз болса, биопрепараттарды енді қолданғанда өте жаңағы өніміміз де таза болады, экологиялық қауіпсіз, басқа жаңағы жәндіктерге, пайдалы жәндіктер дейміз, соған ешқандай жаңағы әсер етпейді. Таза өнім аламыз, топырақта қалдығы қалмайды. Сол бойынша енді биологиялық тәсілдің маңызы зор деп ойлаймын. Өте сәттілік дейді, профессионалды біліктілік пен жаңа проекттер көп болсын дейді. Көп рахмет Алма, сізге де сәттілік деймін, еңбегіңіз жемісті болсын. Көп рахмет. Тағы сұрақтарыңыз болса, осы бүгінгі жаңағы онлайн кеңесті тыңдағандарыңызға, менімен бірлесе отырып, бірге отырып, осы мағлұматты тыңдағандарыңызға көп рахмет айтамын. Жаңағы өздеріңізге де үлкен ғалым жолындағы еңбектеріңіз жансын, үлкен жетістіктер тілеймін. Осы қазіргі мына індеттен тезірек құтылайық, бәрі жақсы болсын, таза өнім алып, үлкен жетістіктерге жете берейік. Егер сұрақтарыңыз болса, осы парақшаның дайректіне жазсаңыздар болады, біздер жауап береміз. Рахмет көп, жақсы сау болыңыздар.